еңірігім өссін, оқысын, ешкімнен кемқор болмасын деп өздеріңіз білесіздер, дәрігер қып тәрбиеледі. Аманат қып құдаларына тапсырды. Баршамыз куәгер болдық. Осындай сіздердің әп-әдемі болып жүрулері сіздердің аналарыңыздың арқасы. Бір құшақтап қойықшы. Болды, екеуің босыңдар. Мамамен сөйлесемін. Мұса алейхиссалам пайғамбарымыз Аллах тағаламен сөйлескен жалғыз түйір пайғамбар. Сол кезде Мұса алейхиссалам пайғамбарымыз Аллах тағаладан сұраған екен, мен сенің разылығыңды қалай аламын деп. Сол кезде Аллах тағаламыз айтқан екен, менің разылығым сендердің ата-аналарың разылығында, менің наразылығым сендердің ата-аналарың наразылығында деген. Қараңыздар шардақтағай, ұлықты ұлдары, қылықты қыздары осындай анамыздың разылығын алып, бүгінде осындай дүбірлетіп той жасап, ойнап күліп, аман-есен ортамызда жүргені бар ардақтағай. Но жалпы сіз мықтысыз. Неге мықтысыз? Бағанадан бері айтып отырмын. Әкенің орнына әке, ананың орнына ана болған нағыз батыр азаматшасыз. Но мен жалпы қадірменді қонақтар ардақтағайын. Енді жалпы осы ұл қыздарын тексерейін деп жатқан жағдайым, жалпы ананың табанының астында жұмақтың кілті бар деп жатырмын. Олай болса, хотя бы осындай бүкіл дайыр ауылының алдында аналарыңызға келіп, маңдайынан сүйіп, құшақтап, шама келсе сәжде жасап қойсаңыздар деген ниетіміз бар. She grew up with love everyone would expect. Had an army behind her, got it from the opposite sex. Friends told her she was beautiful, so she gathered up her confidence, decided to go out on her own. She met you at the peak of her confidence, but all you cared about was would she submit, drop everything and give her all to you. Well, what about what the girls want? What about self-destiny? Анамыз ұлды ұл қып, нағыз еркек қып, азамат қып өсірген ол біздің анамыз ардақтағай. Міне қараңыздар, ұлдары дүйім жұрттың алдында ұялған жоқ. Менің анам біздің заманның адам емес, кәрі оқпалды ғой деп жатқан жоқ. Орнымыздан жүгіріп келіп, сәжде қылып, разылығын алып жатыр ардақтағай. Осындай батыр ұрпақтарға қошемет соқ қоюға бола ма? Құдалар, сіздер қандай анасының қадірін білген, ұлға қыздарыңызды